Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім. Біз Вьетнамдамыз, Нячан қаласындамыз. Арғы жағымда теңіз, аяқ астымда құм, өте керемет тамаша табиғат. Қазір кеш батты, соның өзінде осы сұхбатты түсіруге бел болдым. Себебі, достар, мен ноғайлық туысқанымызды кездестірдім Вьетнамда. Сәлеметсіз бе? Жақсымыз, аманымыз. Жақсымыз, рахмет үлкен. Қашаннан бері сіз Вьетнамдасыз? Біз бұл Вьетнамда 4-ші күн. Біз келдік мұнда құлықпан. Мен ішлеймін турагент болып. Біз келдік мұнда отельлерді қарамаға, регионмен таныспаға. Будущем, чтобы туристларды мұнда евермеге, и оларға бәр зетті ярасынды. Ой, өте керемет, үлкен рахмет. Дәл қазір сіздердің қолдауларыңыз қажет, себебі менің көрермендерім тек 9% ғана маған тіркелген. Егер сіз менің каналыма тіркеліп қойсаңыз, мен үшін үлкен көмек болар еді. Кеше Аиданы тамақ ішіп отырған жерімізде көріп қалдық. Өзім өте қуанып кеттім, себебі Аиданы көріп, түріне қарасам, түркі ұлттарына ұқсайды. Соны сұрадым, сіз қай ұлтсыз деп. Сол кезде Аида мен ноғаймын деді. Сол кезде сіздердің ноғайлықтармен сұхбат өткізуімді қаладыңыздар. Сол есіме бірден түсіп кетті. Айтайын дегенім, сол себептен қазір Аидамен кездесіп, сіздер үшін, көрермендерім, сұхбат алайық деген ойым бар. Жақсы. Сізге Вьетнам ұнайды ма? Вьетнам, бірінші күн маға Вьетнам аңламай қалдым, қалай екен, несекен. Но уже мен бүгін 4-ші күн, мен Вьетнамға просто влюбиться еттім. Сөйтіп айтпа болады. Потому что Вьетнамда бар зетті бар әрі отдыққа. Вот незет бар Таиландта, бар Вьетнамда тоже. И это бар зетті более высокий уровень. Поэтому и Вьетнамда нечеңта именно балалармен парахат келес адыхат етпеге. А Таиландта көзлер ойланып қаладылар. Балалар онда несі шаяқ, балалар қайда яшаяқты, балалар онда не етектіп. Вьетнамда ондай сорау сізді болмас, так как мұнда бек ару 5-ші юлдызлы отельлер көп. Имында питаниесіді ішіне кіреді. Тамақтану бәрі бар ішінде. Да, бәрі де бар ішінде. Керемет. Табиғаты жайлы не айтасыз? Ауа райы қалай? Ауа райы? Да, погодасы, аварасы бек. Міне әлік считаться етеді низкий сезон деп. Вообще ямырлар яуып тұрмай атырық сау күнді. Но за 4 күн ішінде құр 1 күн ямыр яуды. Бек әру ава. Правда, бұлытлар бар, но ничего страшного. Ештен кетпейді, я? Да, ничего страшного. Море как будет? Теңіз бек елы. Бек елы. 26-25 градус точно бар. Поэтому сразу кіресің шомыласын. Только бір нюанс бар. Низкий сезонда волналар бар теңізде. Но можно отъехать островларға. И там море тихое. Тихое, спокойное, можно спокойно шомылмаға. Өте керемет. Достар, кейбіреулеріңіз біліп, білмеулеріңіз мүмкін. Ноғай ұлты Дагестан республикасында тұрасыздар, дұрыс па? Да, әлі айтайым. Мен өзім туғамын Дагестан республикасында, именно Ногайский районда, Терекли мектеп ауылында тұрамыз. Это район, где яшайдылар только ноғайлар. 16 бар ауыл ішінде. Икон район. Терекли мектеп – это центр всех этих 16 районов. 16 район. Оқуды құтардық, институтқа түсу керек. Кеттік городқа. Түстім Будионовскийға, онда колледж құтардым. Потом түстік Сарытау қалыға, Саратовқа есіткендірсіз. И сонда яшап қалдық оқуды құтарғаннан соң. Күйеуіммен онда таныстым. И яшап қалдық Саратовта. Но папаммен, мамам, күйеуім, папасы, мамасы яшайдылар Дагестанда. Тез-тез жүреміз, тез-тез барамыз. Елда 4-5 қайта Дагестанға жүреміз, ноғайшалап сөйлейміз. Балаларымыз аңлайды ноғайша. Только глаза умные, а сказать не могут. Это правильно. Бәрін түсінеді, Бәрін де түсінеділер, но пока сөйлемейділер. Но үйретерміз деп ойлаймыз. Если біз күйеуіммен сөйлеп тұрсақ ноғайша, то олар да үйренер. Дұрыс айтасыз. Негізі, өзіміздің ана тілімізді сақтап қалу керекпіз ғой. Ол ана тілі ол біз үшін аманат. Жалпы
Ноғай мектептерінде ноғай тілін оқытады ма? Оқытады. Ноғай тарихын оқытады ма? Оқытады, ноғай тарихында оқытады, ноғай литературасында оқытады, и ноғай тілінде оқытады. И оқытадылар 9 классқа дейін. То есть азбукадан буквардан алып бастайдылар, 9 классқа дейін оқидылар 4-5 сәт неделесінде болады. Мен де өзім оқығамын. Жиі оқытады екен, 5 рет аптасына? 5 сәт точно бар еді бізде. Жақсы. Особенно начальный классларда. Ноғай әліппесінде қанша әріп бар? Шәріп. Ага. Есіткендірсіз Алиби Романов. Шәріп это поэт. Жоқ. Қанша әріп бар? Сколько букв в алфавите? Сколько букв? Если русский языкта 33? 33 буквы, да. А ноғай тілде 4 әріпке көп. Это мынаудай әріплер А, Ö, У, то есть А и рядом мягкий знак yazылады бізде. А, Ö, У и буква Н. Н и янда твердый знак yazылады. Получается 37 буква бар ноғай тілінде. Бізде де осы 4 әріп бар, сіз айтқандағыдай әрпі, Ү, Ү, бірақ жазылу өзгеше. Және Ң құйрығы бар астында. А бізде янда твердый знак yazылады. Н и твердый знак yazылады янда. Жақсы. Ноғай тілінде қандай өлеңдер бар, ұлттық өлеңдер білесіз ба? Өлеңдер не зат? Әндер, музыки, какие традиционные песни есть? Традиционный музыкалар. Бізде ноғайында бар бек ару музыкант қалай болады? Аңшы? Аңшы Сейпудин Карагулов. Оның ері бар турналар. Турналар, да, про журавли. Бек ару ер. Кішкейден алып иконлерге передаваться етеділер. Әлде онсан ерлар көп. Надо это вспоминать. Жақсы. Қандай ноғай ұлтының ұлттық мейрамдары бар? Традиционные праздники какие есть? Традиционные праздники. Такие же праздники, как в России. Все праздники. Ораза байрам, Курбан байрам. Оларды бәрзітті тоже. Мұсылмандар сыздар ғой? Мұсылманлар, да. Мұсылманский праздниклар бәрінде отмечать етеді бізгілер. Наурыз мейрамы бар? Наурыз байрамы тоже бар, но Наурыз байрам последние еллар үйтіп ярко отмечаться етпейді, но в основном Курбан байрам, Ораза байрам. Діни мейрамдар, я? Діни. Религиозные праздники, да? Ораза байрам. Қандай ноғай тілінде өлең шумақтарын білесіз, поэт? Да, бізде ноғай тілінде поэтлар айтқандай көп түгіл, но бар. Әлде менің бек сүйіклі поэтім бар, это Салимет Ахматовна Майлыбаева. О мені оқытқан өзі болып, учитель болып ішлейді, учитель оқытушы болып ішлейді школада. И поэтесса. Очень много написала, yazған стихотворениялар, ерлар. Бәрді таниды, даже Турцияға да барып келді, Турцияда да таниды. Есіңізде бар ма шумақтары? Может, стихотворение? Жоқ, айтып болмай ақым. Сәлмет Ахметовна, простите меня, пожалуйста. Но әлік есімде жоқ, но менің есімде бар, әлде бізде поэтесса бар, Кадрия Темірбулатова ден, яслай өлген, 30 ясында өлген, 30 ясына дейін көп ятулар yazып кеткен. И вот он бір ятлауы бар, перевод етілген орысшаға «Я сама» деген. Мен соны кішкей заманнан алып помнить етемін. Айтпады олай ма? Если «Я сама», Кадрия Темірбулатова, если нет в душе терпения, не пеняй на небеса, не избавит Бог от лени, не помогут чудеса. От судьбы не жди пощады и подачки не прошу. Все, что в жизни будет надо, я найду и совершу. Если ввысь меня потянет, на вершину заберусь, и во мраке, и в тумане светлой звездочкой зажгусь. Если захочу покоя, гром за шиворот схвачу, а скалу одной рукою вдребезги расколочу. Даже трудно будет, если превозмочь мне свой предел, я спою такую песню, что никто еще не пел. И на горькую судьбину, и на горькие обиды не потрачу лучших лет. Все приму, любовь и беды, на земле оставив след. Кадрия Темірбулатова. Үлкен рахмет, көп рахмет. Сөздің мәні өте үлкен екен, себебі бұл жерде әр адам өзінің жетістігіне өзі жету керек, дұрыс қой? Каждый человек должен добиваться своего до конца, не ждать ничего от судьбы, я? Тағдырдан күтпеу керек, бәрін өздеріңіз істесеңіздер ғана қолдарыңыздан келеді. Да, папасына, мамасына вообще надеяться не надо. Сенің яшауың сенің қолында. Дұрыс айтасыз. Бәрі де өзіңе ету керексің.
Ленді тайдырматырық, обидалар тайдырматырық, оқуды қолыңа алматырық. Иә. Цель надо поставить в жизни и обязательно ететаған адамды барзетті болынар. Дұрыс айтасыз. Жақсы, ноғайлық ең танымал әншілерден кімді білесіз? Ноғайларда аңшылар көп. Самый известный аңшы ноғайлардың арасында Арсанбек Султанбеков. Оны таныдылар не только Дагестанда, Карачаево-Черкесияда, так и Турция қаласы, Турция странада. Турцияға барды, концертларын көрсетті, гимнді ерлады, прям бек өктімсейміз Арсанбек Султанбековпан. Тағы да бар Дагестанда тоже таныдылар. Мен сүйіклі ерлаушы ол Фатима Нурлыбаева. Фатима Нурлыбаева, у нее очень бегару аң, бар үкін аналар, атайлар сүйеділер оның аңын. О ерлайды Россияның қалаларына барып. Айгүл Жумагулова тоже наша спайы, ярасық, біздің певицамыз, бәрді таныдылар оны. Ем шайыр, ем ерлаушы. Алимет Барангазиевна Аблезова. Тоже бек талантливый шайыр, ерлаушы. Мен сізді бек сүйемін, Алимет Аблезова. Үлкен рахмет, әрбір адамның есімін толық айтқаныңыз үшін. Мысалға бізде қазақтар рулардан құралады. Менің руым Найман. Найманның ішінде 4 уымын. Бізде қазақтар 7 ата бойынша тармақталады. Яғни ең біріншіде мен Найман, 4 уыл, Ақболат, Көкболат деген сияқты 7 атамызға дейін айтамыз. Сіздерде қалай ағайлар? Бізде біраз басқа, бізде 7 аталы ондай затты білмеймін мен. Но бізде де бар тамғалар. Менің тамғам Қыпчақ. Қыпшақ. Әлде бар тамғалар, Бұйравас тамғалар бар, әлде Шаушелі деп тамғалар бар, әлде көп тамғалар бар. Мен әлде біздің атайлар, тетейлер бәрзіті біледілер. Но менің затым, мен әнді әрөді білмеймін. Бізде мысалға қазақтарда 200-ге жуық ру бар. 200 ру бар. Сондықтан, енді әр қайсын атап білмеу мүмкін біз, бірақ та өз ата тегімізді білу керекпіз. Конечно, да, білу керекпіз. И бізде бір тамғадың ішінде үйленмеге ярамайдылар. Үйленуге болмайды, бізде де болмайды. Сондықтан 7 атаға дейін бізде тармақталады. Қардашлар деп сайылады, қыпшақты алып болмайдылар. Бұйравас қыпшақты алып болады, бір-бірінің ішінен может даже алатандар, но нежелательно деп айтады. Қан бұзылады. Қан бұзылады, да. Алмаға ярамайды. Жалпы түрік тілдері бойынша не ойлайсыз? Қандай түрік тілдерін сіз түсіне аласыз? Мен аңлаймын. Менің ноғай тілім ашады маға бар көп страналарды. Парақат аңлаймын қазақша язықты, парақат аңлаймын таджик язықты, кіргіз, өзбек. Турцияда да аңлаймыз ноғайша өзіміздің язығымыз, тілімізбен. Поэтому мен өзім балаларымға айтамын. Қызым-ау, сен білу керексің. Бір өзің ноғай тіліңді обязательно білу керексің. Потому что өзің язығың білсең, тіліңді білсең, неше странада сен өзіңдікі боласың. Дұрыс айтасыз. Ама білмесең, сен аңламаяқсың, көп затты аңламаяқсың. Қалай әрі сұрыны білген өзің тіліңді? Дұрыс айтасыз. Мысалға, жалпы өзім, мен де мысалға Өзбекстанда болдым, Қырғызстанда болдым. Ресейде болғанда алтайлықтармен кездестім, татарлармен, башкирлермен. Мысал, қазір сізбен кездесіп тұрмын. Түркияда болдым, мысал ретінде. Расымен, қазақ тілі осы түрік тілін білгенім өте керемет, Татарлармен де білді, тілдеріміз бір тоже. Байқадым, сіздердің тілдеріңіз жұмсақ, ноғай тілі жұмсақ. Е буква бар бізде, сізде Ж. Бізде более жұмсақ сөйлейміз. Но бар жетті де аңлаймын. Бар бір сөздер аңламай қаламын, но мәнесін аңлаймыз. Қандай ноғайлық ұлттық тамақтарыңыз бар? Несілер? Традиционное блюдо, какие есть? Тамақтар, аңладым. Бізді бар еркеклерді сүйеді аңқал. У вас это беш бармақ. Бізді аңқал. Біздің аңқалымыз беріледі соус етіп сарымсақпынан. Сіз бересіз соғанмынан қазақларда, сізді солай. Бар еркекеді предлагать етсен, бәрі де ашайды аңқалды. Тағы да мынаудай белашілер ішіне ет салып, жарить етесін. Енайсыз, сізді де бардыр онды яз. Татарларда да бар оаз, но татарлар оны пісіреділер, біз оны жарить етеміз. Бауырсақлар, белашілер, өзіміздің
жетки асымыз беріп, это лақса, сорпа деп айтамыз. Сорпа. Етті қайнатамыз, етті шығарамыз, қолымызбен иіліп, кесеміз, соны сорпадың ішіне саламыз. Ой, қалай Вот күшті, мен- қарным ашып кетті ғой. Менің балаларым, особенно кішкей балам, бек сүйеді ол сорпа асты. Ой, Ашайды. күшті. Да, самын өзім етімін еді. Ой, қалай күшті. Ал сусындардан қандай бар? Бізде мысалы қымыз ішеді, жылқының сүті, Да, бізде жоқ, бізде олай ішпейді. Біз етеміз ноғай шай асамыз. шай. Ішіне ноғай шайдың ішіне сүт құямыз, тұз саламыз, май саламыз. Сары май, топленый май саламыз. А сізде мен біліп секер салады, да? Шекер ішіне? салады, дұрыс Секер. айтасыз. А бізде тұз саламыз. А. Вот ертең тұрамыз, сол ноғай шайды ішеміз, күш жинаймыз и кетеміз ішлемеге. Бізде де дәл солай, бірақ бізде қазақ шайы. Қазақ Сіздерде шайы, ноғай шай? шай, да. Ну вот менің папам, мамам, азатын күйеуім, папасы, мамасы әр ертең ішеділер. Мен де соны ну, конечно, әр күнде аспаймыз, потому что балаларым соны көп сүймейді. А күйеуім, мен сүйеміз, ішеміз. Жалпы келесі өте қызықты сұрақ мен үшін. Сіздерде үйлену тойында қандай ұлттық рәсімдер өтеді? Бізде тойлар болады 2 күнліп. Бір күн етеді қыз бетті той, екінші күн етеді кеде бетті той. Той ойнамаға бізге көп ақша керек. Особенно о той ойнау басланады айттырудан алып. Айттыруға барғанда қызға әкетеділер юзік, әкетеділер яулық, что сен бізге тілеп барадылар, қызыңызды бізге беріңізді деп. Рұқсат сұрайды, иә? Да, қыз беті согласиясын берсе, кедедің мамасына бір алтын беріп шығарады. Бізде көп алтынлар кетеді онда-мында. Прям круговорот алтынлар. Даже не только алтынлар, уже бриллиантлар да салады. Это прям тойнамаға көп ақша керек бізде. Также айттыру болады, потом қоржын той болады. Қоржын той это подарок той. Қоржын тойға әкеледілер көп қоржынлар қызға. Қызалақ, кедебет әкеледі қызға, қоржынлар, тетей қоржын, еней қоржын, түрлі қоржынлар. А қыздың мамасы о қоржынларға алтынлар қайтарады. Тетей қоржынға бір алтын, анауға бір алтын, кедедің мамасына бриллиант набор кидіріп береді. Поэтому қызды күйеуге бермеге бізге, наверное, көп ақша, чем кедебеттен кетеді. Это вот, конечно, алдын ондай әдетлер болмаған. Міне әлігі современный яслар ондай әдетлерді етеділер. Бриллиант тарату деген не болмаған ғой? Бриллиант, вот бізде солай. Көбісілер айтадылар, не үшін біз олай етеміз, ондай зат неге тарықтып, но ано мен айтып қоймасын, что мен салмадым деп, біздікілер етеділер соны. Ұят болмасын деп Ұят па? болмасын, айтпасын, менде ақша жоқ, мен береді. Особенно мені уважать етсін деп береділер. Вот сөйтіп кетеді қоржын той, потом келеді үйкөн тойға кедебет қызға әкеледі, шуба әкеледі, бізде сізде бар ма ондай зат? Бар. Тоже шуба әкеледі, киімлер алады. Ну, біздің российский рубльдермен где-то 200-250 мың мәттің ақшасына киіндіреділер қызды. Ну, как выкуп етіп береділер. Там 100 мың мәттің родителеріне выкуп етіп береділер, қалған 150 мың мәттің қызды киіндіреділер. А қыз беті кедебетке бос бармайды. О алады полностью постельный кровать, шкаф, ятын орын, диван алады, шкаф алады, стол алады. Холодильники. Бар заты да алады. То есть, опять-таки, қызбеттен больше кетеді кедебеттен. И миллионға да аладылар, и 2 миллионға да приданныйды алып, қызыңды бересің, алтыңды бересің, еще толтырып. Приданныйды да қызыңмен беріп бересің. Вот сондай қыздар, менің өзімде 3 қызым бар. Дайындалып жатсыз ба? Так что папамызға айтып қойыптық, папамыз ена ақша қызларыңды күйеуге бермеген деп. Солай бізді. Ұқсайды, біздің де сондай рәсімдеріңіз бар ұлттық, иә. Да. Тағы да қыз затқа 2 күнлік той ойнайды, потом 2-ші күн келін шай ішпей келеділер. Кедебеттің бар юқлары да. Келін шай ішеділер, келін жүреді, сауғын бәрді де шай береді, ас береді, үйді жинайды. Уже келін ешіні бас, сізде де солайдыр. Точно, дәл солай. Да, мен өзімде 3 қыз, и мен мамамда да біз 3 қыз. Вот, поэтому қыз болған, бір яқтан әру, но екінші яқтан сөйтіп уже қиын болады, бермеге оларды. Жұмаққа түсесіздер, в рай попадут, говорят у нас, если 3 девочек. Бізде де сөйтіп айтады. Да, кедедің именно папасы райға барады. Папасы, әкесі.
Бізде де сөйтіп айтадылар, да. Аида, сізге үлкен рахмет. Осындай шын жүректен барлық айтқан сөздеріңізге. Біздің көрермендерімізге өте ұнады деген ойдамын бұл сұхбат. Осы, я думаю, это интервью нашим зрителям очень понравилось. Жалпы сізге тек сәттілік тілеймін. Жұмысыңызда үлкен табыстар. Қыздарыңыздың қызығын, күлкісін көріп жүре беріңіз. Маға да бек ярады сізбен сөйтіп хабарламаға. Мен бек ярады маға, что мен мұндай нечанқа келіп, ноғайша сөйлемеге адам табармын деп ойламадым совсем. Но вот оказывается дело случая, да? Вот наш случай познакомил, бір кафеда отырып ашып отырғанда сөйтіп таныстық. Ода маға предлагать етті, мен да отказать етіп болмадым, потому что маға да бек интересно сөйтіп сөйлемеге. Мен сізге yorаймын. Әлде көп страналарда жүрмеге, көп страналардың ақында рассказывать етпе, потому что сіздің үйреткен затыңыз менің құлығым, а мен өзім құлығымды бек сүйемін. Мен өзім құлығымнан яшаймын. Мен сүйемін сөйтіп страналармен жүрмеге, рассказывать етпеге, туристларды жібермеге. Яраймын сізге, бәр зітті сізде әрі болсын, көп страналарды көріңіз, бәр зітті бір-біріңізді сүйіңіз, аңлаңыз. Уважать етіңіз, бәр зітті сізде әрі болсын. Но үйіңізге қайтыңыз. Иә, дұрыс айтасыз. Бізде қайтып айтады. Бізде де айтады, өзің бар ерді әрі, өзің үйіңнен әрі зат жоқ. Кен рахмет, Аида. Құрметті көрермендерім, менің YouTube каналымда тек сұхбаттар ғана емес, сонымен қатар саяхатым жайлы бейне роликтарды қазақ тілінде түсіріп бастадым. Мысал ретінде, дәл қазіргі уақытта Үндістанның Варанаси қаласы жайлы видео жүктелген. Сол видеоны да қарап шықсаңыздар болады, және алдағы уақытта көптеген видеоларды жүктейтін боламын. Мына жақта орналасқан видеоларды да қарап шығуға ұмытпаңыздар.